Күн қадірменді әріптестер, яғни менің бағдарламам саз дәуен вокалдық өнер. Бағдарламаның мақсаты менен міндеттері: вокалдық шеберлікті дамыту арқылы оқушылардың музыкалық қабілеттерін жетілдіру, олардың әртістік шеберлігін арттыру және сахна мәдениетін меңгерту, оқушылардың вокалдық дауыстарын дамыту және нығайту, дұрыс тыныс алу және дыбысты қою техникасын үйрету, әншілік шеберлікті арттыру, музыкалық стильдерді меңгеру, әртістік шеберлікті жетілдіру және сахнада өзін-өзі ұстау мәдениетін дамыту, әртүрлі музыкалық жанрлардағы шығармаларды орындау әдістерін меңгерту. Бағдарламаның өзектілігі: қазіргі заманға қоғамда вокалдық өнерге қызығушылық жоғары деңгейде. Танымал музыкалық бағдарламалар, конкурстар және түрлі жобалар жастар арасында үлкен сұранысқа ие. Сонымен қатар вокалдық өнер адамның өзін-өзі білдіру құралы ретінде де маңызды. Курстың өзектілігі: адамдардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, музыкалық талғамды қалыптастыру және жалпы мәдениетті арттыруға бағытталған. Күтілетін нәтижелер: жеке вокалдық техникасын жетілдіру, музыкалық жанрларда кәсіп деңгейде ән орындау, сахнада өзін-өзі сенімді ұстап әртістік қабілетін көрсету, музыкалық мәдениет және өнер туралы білімдерін кеңейту, шығармашылық қабілеттерін іске асыра отырып жаңа музыкалық жобаларға қатысуға дайын болу. Вокалдық өнердің негіздері: яғни дикция және артикуляция, дұрыс тыныс алу техникасы, дауыс аппараттарының құрылымы, дыбысты дұрыс қою және резонанс. Топтық ән айтудың ерекшеліктері: гармония және үйлесімділік, біркелкі ырғақ, дауыс үйлесімдігі, дауыс үндестігі, сахналық мәдениет. Яғни топтық ән айту бір-біріне, яғни вокалистің бірге бір музыкалық шығарманы орындау процесі. Бұл хор, дуэт, трио, квартет сияқты түрлерде болуы мүмкін. Яғни топтық ән айтуда орындаушылардың дауыстары үйлесімді түрде бірігіп, бір тұтас музыкалық бейне жасайды. Бұл вокалистердің үйлесімділік, ырғақ пен үндестік сақтау қабілеттерін талап етеді. Қадірменді әріптестер, қазір біздің, яғни менің бағдарламам балаларға ұсынылып отыр. Яғни балалармен бірге жұмыс істеп жатырмыз бағдарламамен. Назарларыңызға рахмет.